Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен қызылшадан витаминді салат жасаймыз. Оған керекті заттар: қызылша, азырақ алма, жұмыртқа, грех орегі және кукуруза керек, майонез. Міне енді жұмыртқаны аршып алдық, қызылшамызды да аршып алдық. Енді оны майдалап тураймыз. Алмамызды осылай турап аламыз, төрт бұрыштап майдалап. Жұмыртқамызды осылай турап аламыз, майдалап, оны да ұсақтап турау керек. Не осылайынша ұсақтап тураймыз. Міне грецкий орегімізді да осылайынша майдалап турап аламыз онда. Міне бәрін осылай майдалап турап алдық. Міне ұсақтап, енді оның үстіне кукурузамыз саламыз. Енді оның үстіне азырақ тұз саламыз, өйткені көп салуға болмайды. Майонездің өзінде тұзы бар. Сондықтан азырақ тұз саламыз. Тұз салдық. Енді майонез салып, оны жақсылап араластырамыз. Не осылай араластырып алу керек бәрін. Міне енді салатымыз жақсылап араластырып алдық. Дайын болды. Енді жеуге болады. Міне осылай тарелкаға салдық. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.